Барлықтарыңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің каналымда түрлі пайдалы ақпараттарды білетін боласыздар, сол үшін жазылуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бүгінгі біздің тақырып ол IELTS туралы болмақ. Бүгін жалпы IELTS деген не, құрылымы, қалай бағаланады, сол туралы түсіндіріп кетемін. Ең алдымен IELTS деген не? Бұл жалпы емтихан жоғарғы оқу орындарына, әсіресе шетел университеттеріне міндетті талап болып табылады. Сонымен қатар біздің Қазақстанда да докторантураның міндетті бір талабы. IELTS бұл ағылшын тілін меңгеру деңгейін бағалайтын халықаралық тестілеу болып табылады. IELTS форматы мен құрылымы. Жалпы IELTS екі түрге бөлінеді. Ең алдымен академиялық, яғни университеттер мен басқа оқу орындарына түсуді жоспарлағандар үшін, сонымен қатар осы білім жолына жұмыс істемекші болған адамдар үшін міндетті талап. Ал general training ол жалпы дайындық, жұмыс істеу немесе көшу мақсатында қажет болады. IELTS форматы бойынша бұл 4 бөлімнен тұрады. Listening яғни тыңдалым, reading яғни оқылым, writing яғни жазылым, speaking сөйлесу. Listeningге жалпы 40 минут беріледі. Оның 30 минутында жаңағы аудио ойналады, ал 10 минутында жауаптарды көшіруге беріледі. Жалпы 4 бөлімнен тұрады. 40 сұрақ. Reading ол 60 минут беріледі. 60 минуттың ішінде барлық жауаптарын да жауап жазатын жерге жазып үлгеру керек. Жалпы 3 мәтін беріледі. 3 мәтін бойынша 40 сұрақ беріледі. Келесі writing жазылым. Бұл жерде 2 тапсырма, яғни task 1, task 2. Біріншісінде әртүрлі схемаларды сипаттау керек, екіншісінде эссе жазу. Speaking бойынша жалпы 11, 15, 16 минут аралығында алады. Ол 3 бөлімнен тұрады. IELTS-тың бағалау жүйесі әр бөлім 0-9 балл аралығында бағаланады. Overall band ол яғни барлық бөлімдердің орташа арифметикалық мәні. Мысалы, сіз listeningнен 7,5, readingнен 8, writingнен 6,5, speakingнен 7 балл алсаңыз, 7,5 қосу 8 қосу 6,5 қосу 7 барлығын қосып 4-ге бөледі, 4 бөлімге. Сонда сізде 7-25 шығып тұр, оны орташа есептеп дөңгелетіп 7,5 балл қылып есептеп береді жалпы айтқанда. Сіздерге мынау Кембридж кітабы PDF бойынша көрсетейін. Мынау бізде 17-ші кітап, яғни бұның қазіргі таңда 19 кітабы бар. Бұл кітаптарды интернет желілерінде, әртүрлі желілерден табуға болады PDF форматын, немесе сатып алуға да болады. Және де арнайы бір сайттарда осы кітаптар бойынша тесттер жинағында табуға болады. Олардың барлығы менің Telegram каналымнан таба аласыздар. Telegram каналымның сілтемесін астыға қойып қоямын. Ең алдымен сіздерге listeningді көрсетейін. Міне қараңыздар. Бұл жерде part 1, жаңа айтқандай listeningде бізде 4 part болады. Мына жерде part 1 бойынша 10 сұрақ. Бұл жерде көмесе жаңағы бір адам әртүрлі, мысалы қонақ үйдегі бір бөлмені жалдап жатады, немесе билет алып жатады, ресепшнға хабарласып жатады, сол кезде адам туралы ақпараттар алады, немесе жұмысқа тұрып жатады. Осындай әртүрлі мәтіндер келеді, осындай әртүрлі аудиолар келетін болады. Бір рет қана ойнатылады. Мына жерде әрбір бос орынға бір ғана сөз немесе бір ғана сан жазу керек. Сонымен қатар listeningде тағы да part 2, part 3, part 4 болады, яғни 4 түрлі аудио ойнатылады. Біріншісі диалог, part 1-да, part 2-де монолог, part 3-да диалог, немесе тіпті 3 адамда сөйлеуі мүмкін, ал part 4-те ол бізде жаңағы монолог болады. Әртүрлі ғылыми ақпараттар туралы айтады. Мысалы, мына жерде part 2. Әртүрлі сұрақтардың типтері, мысалы multiple choice тест сияқты, бір ғана жауап белгілеу, бос орынды толтыру, сәйкестендіру деген сияқты түрлі сұрақтардың типтері келеді. Мына жерде part 2, міне қарасаңыздар, жалпы 40 сұрақ болып табылады. Әрбір сұрақтың жауабына бір балдан, яғни 40 балл. Және де әрбір балл бойынша әртүрлі балл беріледі. Мысалы 39 мен 40 балл болса, 9 балл болып бағаланады. Сіздерге мені reading бөлімін көрсетемін. Readingде жалпы айтқандай 3 мәтін келеді. Ең бірінші мәтін, яғни алдыңғы екеуіне қарағанда кішкене оңай, екіншісі орташа, үшіншісі өте күрделірек болып келеді. Енді қараңыздар, бұл жерде де түрлі тапсырмалар, жаңағы бос орынды толтыру, шындығы жалған, немесе true, false, not given, yes, no, not given, жаңа бос орынды толтыру, сәйкестендіру, және де тест күйінде бір ғана жауапты белгілеу, 2 жауапты белгілеу, тіпті 3 жауапты белгілеу сияқты сынды сұрақтардың типтері келеді. Мына жерде қарасаңыздар, бос орындарды толтыру керек екен. Мысалы, 1-ден 6-ға дейінгі сұрақ. Осы жердегі бірінші тапсырманы қарап аласыздар, бірінші мәтінді оқып аласыздар. Енді әр адам әртүрлі өзінің бір техникасын қолданады. Біреулер мәтінді емес бірден сұрақты оқиды, біреулер мәтінді қарап. Жалпы бұл жерде барлық мәтінді оқуға көп уақыт кетеді. Сол үшін осыны тестқа барардың алдында, экзамен барардың алдында өте көп жаттығып алу керек. Әбден, яғни көз жүгіртіп, сканинг деген сияқты түрлі техникалар бар. Өзінің кейвордстармен ғана іздеу деген сияқты, немесе бас жағын оқып, аяғын оқу деген сияқты әртүрлі техникаларды жалпы интернет желісінде тауып өзіңізге жаттықтырып алсаңыз болады. Сіздерге енді writing бөлімін көрсетейін. Writingнің task 1-ы үнемі осындай схемалар, карта, әртүрлі статистикалық ақпараттар беріледі. Pie chart дейді, bar chart дейді, table дейді, сондай түрлі келеді. Бұл жерде мысалы бірінші
task 1-ға тек қана 20 минутыңызды арнаңыз деп ұсынады, екіншіге 40 минутыңызды арнаңыз дейді. Сонда жалпы айтқанда 1 сағатыңызды құртасыз. Енді өзіңіздің шеберлігіңізге байланысты бұл жерде. Мына жерге сіздерге кемінде 150 сөз жазу керек деп өзінің талабы бар. Осы бойынша жазып шығатын боласыздар. Яғни writing 1-де ешқандай артық ақпарат қоспайсыз. Менің ойымша деген сөзді мүлдем айтпайсыз. Тек қана осы картада берілген заттарды ғана сипаттап жазып беретін боласыз. Task 2, бұл жерде Task 2-ге жаңағы айтқандай 40 минутыңызды арнайсыз. Бұл жерде түрлері бар әртүрлі. Мына жерде кемінде 250 сөз жазу керек. Бұл жерде эссе типінде. Ол эссенің өзінің түрлері бар. Мысалы, бір нәрсенің, бір ақпараттың, бір фактінің жақсы және жаман жақтары, немесе себеп салдары, немесе екі түрлі ойды сипаттау керек. Немесе осы ойды сипаттаңыз және өзіңіздің ойыңызды айтыңыз деген сияқты түрлері болады. Оның барлығында дайындық барысында жаттықтырасыздар. Келесі спикингнің жалпы 3 парты бар бізде. Ол жерде part 1, part 2, part 3. Ең біріншіде жалпылама сұрақтар беріледі. Екіншіде ол жерде сұрақ береді, жауап бересіз, сұрақ береді, жауап бересіз. Ал екінші партында сізге карточка ретінде осындай бір сұрақ беріледі. Ол сұраққа сіз 1 минут дайындыққа және 2 минут арасында сөйлеу қажет болады. Part 3-те discussion topics деп тұр. Бұл жерде жаңағы екінші партқа қатысты сұрақтар, бірнеше сұрақтар беріледі. Яғни сол жерде де кішкене толықтырып айтып беру қажет боласыз. Осымен болды достар, барлық IELTS-тың құрылымы осындай, бағалануы да осылай болады. Енді IELTS-ты жалпы біздің Қазақстанда 2 түрлі ұйымға тапсыра аласыздар. Ол біріншісі IDP, екіншісі British Council. Оның сайттарында қай күні тапсыруға болатын брондау күндері бар, бағалары да бар. Сол жерлерде өзіңізге ыңғайлысын таңдап аласыз. Өзіңізге ыңғайлы күнді алдын ала, тіпті 6 ай бұрын тіркеліп алуға да болады. 3-4 ай бұрында тіркеліп алсаңыз болады, 1 апта бұрында тіркеліп алсаңыз болады. Барлықтарыңызға рахмет. Менің видеом ұнаған болса, каналға тіркеліп кетіңіздер. Алдағы уақытта тағы да пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Сау болыңыздар.